әлемдегі ең басты нағыз эволюция сана эволюциясы, яғни сананың кеңеюі. Мына атеистік эволюцияға сүйенсек, ғаламдағы бүкіл тірі ағзалар мұхиттан шықты. Яғни мұхитта ең алдымен микро ағзалар пайда болды, одан кейін олар дамып балықтарға айналды. Сол балықтар өздерінің көздерін, мұрындарын, ауыздарын, ішкі құрылыстарын қалай жасап алды екен? Жақсы, әрі қарай кеттік. Сол балықтар дамып амфибияға айналып жерге шықты. Сол жерге амфибиядан әрі қарай динозаврларға, құстарға, басқа да мыңдаған аңдар мен жануарлардың түрлеріне айналды. Соның бірі маймыл болды. Маймыл еңбектің арқасында адам болды. Делік. Яғни сол атеизм теориясы бойынша ет пен сүйек өзін жасап алды да дамып жатыр. Ал негізінде шындығы бұның барлығын жасаған сана. Тереңірек үңілсек, сана мен жан бір ұғым. Сондықтан о бастан келе жатқан бүкіл процестерді басқарып, дамытып, бақылап, кеңейтіп отырған ол сана. Сондықтан мына маймылды адам қылған сана деуге болады, егер сол теорияны қабылдап соған сенетін болсақ. Негізінде мына әлемдегі ешбір нәрсені константа, яғни тек осы ғана дұрыс деп айтуға болмайды. Жер дөңгелек десек, соған қатысты дәлелдер келеді. Жер тегіс десек, сол дәлелдерді таба береміз. Құдай жоқ десек, оған да дәлелдер табылады. Бұл матрицаның заңы. Енді өміріңдегі кейбір жағдайлар ұнамай жатса, сана, түп сана, дене, рух, Құдай деген мәселелерді білген абзал. Олар деген не және оларды немен жейді? Өзіңнің неден құралғаныңды білмесең, әрі қарай қалай дамисың? Көбірек, тереңірек ақпарат білу үшін төмендегі жазбамен таныс.